Şekerlikten ben dedim. Şekerim. Ағайындар, ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қалайсыздар? Ораз бажаммен Ораз деген бажаммен, короче, братский шашликке келіп қалдық, маған қараңыздар сіздер. Міне болсын. Досым міне әңгіме қылып отырық. Досымның мынау сұн көріп мен таң қалып отырмын, әлі тозбаған бұрындағын салбырап, қызылына өшік тағып алады, қампиған деген осы жігіт қой мені. Мен ғой бұл. Бірақ айырып атсың мені. Анау тағып ағаның. Мен бұндай тағатын балдарымнан арылсам деп ойламағанмын, көрінші. Сол, тамақ ішіп өтік, шашликке келдік міне. Ас болсын бауым. Баршаңызға қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін Наурызды тойлатамыз деп қалаға шығып біраз жүріп қайтқан болатынбыз. Сосын кешке қарай шығып, Ханды игровойға апарғам. Сағат ровно 10-да бірақ шықтық. Ойыны қызып, сонымен енді өз-өзіме ғашық болып жүрмін десем де болады. Алла жазса енді тағы да арықтап алып, бір 65-70 кг болған кезде көзіме блефаропластика жасатсам ба деген ойдамын. Уже арықтағаннан кейін кожам чуть төменге қарай салбырап тұрған сияқты болып тұр ше. Байынан енді боянбасам да түрім нормально болып жүреді ше, по идее. Бірақ қасымды былтыр құртып берген, қасымды реттеу керек. А так байынан нормально. Депше, өз-өзіме ғашық болып жүрмін. Кстати, еще капсуланың құрамында коллаген болғанымен өте аз мөлшерде ғой. Аға тағы ішу керек, потому что 40 килограммнан аса уже салмақ түсті ғой. Бисмиллах, аэропортқа келдік. Сторисқа шыға алмай кеттім сіздерге, потому что жолға дайындалдым. Заттарымды жинадым. Қазір Алла қаласа бір сағат 5-терде ұшамыз, иншаллах. Қасымда ағам бар, және де досым бар. Барлығымыз бірге ұшып бара жатырмыз. Қай елге ұшатынымды айта алмаймын. Мен бұдан кейін ештеңе айтпайтын болғам. Жалпы ең басы аман есен барып келсін деп тілеп қойыңыздар. Құдай қаласа бір 20 шақты күн елде болмаймын. Ал бісміллах. Өмір сүріп атқаныма бір 9 жылдай болып қалды, бірақ бірінші мәрте осындай бір мерекеге бір алаңға шығып жатырмын. Хансұлтан, сырым, Қарақойында. Шайдер бар, Нұрайым бар. Бір әшкелерді алып келдім.